Сәлем достар, упрощенка режиміндегі жеке кәсіпкерлікке отчет тапсырамыз. Бұл жеке кәсіпкерде доход бар, жұмысшы жоқ. Мұнда отчет тапсырмас бұрын отчетқа қажетті құжаттарды жинақтаймыз. Алдымен доход ол біз қамтып жатқан жарты жылдықты қамтуы қажет. Сонымен қатар кәсіпкерлік әр ауданда орналасқан болса, онда сол жеке аудандар бойынша доходты көрсетуі керек. Сонымен қатар бір кәсіпкерлікте бірнеше кассовый аппарат орналасса, оның барлығын біз кәсіпкерден сұрататын боламыз. Келесі әлеуметтік төлемдердің анықтамалары. Әлеуметтік төлемдер ол ОПВ, ОПВР, социальное отчисление, медстраховка. Осы төлемдерді ЕГОВ порталынан анықтамасын аламыз. Периоды ол осы жарты жылдықты қамтуы керек. Сонымен қатар жеке кәсіпкерлік қанша ауданда орналасқан, сол аудандар бойынша толықтай анықтаймыз, және де бин аппаратын угдыларды анықтайтын боламыз. Бин аппаратын анықтау үшін біз профиль бөліміне кіреміз. Регистрационный данныйға кірген кезде міндетті түрде оны обновить етеміз. Енді әрі қарай мұнда жеке кәсіпкерлік бойынша бөлімді қараймыз. Яғни ИП бойынша мәліметтердің ішінен бин аппаратын анықтаймыз. Бин аппараты ол жеке кәсіпкерлік тіркелген аудан бойынша көрсетілетін болады. Жеке кәсіпкерлік егерде ауылда тіркелген болса, онда ол ауылдың әкімшілігі қайда қарасты сол жерге төленетін болады. Ал егер ауыл емес райондарда орналасса, мысалы қала және де қаланың райондары болса, онда біз сол районды көрсететін боламыз. Және де сол жерге ИПН төлемі төленетін болады. Қазіргі таңда упрощенка режимі бойынша тек бір ғана налог төленеді, ол ИПН, яғни индивидуальный подоходный налог. Ол налог бізде әр елді мекен бойынша мәжіліс депутаттары белгілеген ставкамен көрсетілетін болады. Яғни сол бекітілген ставкамен налог төленетін болады. Келесі угдылар, яғни жеке кәсіпкерлік тіркелген аудан және де кәсіпкердің өзінің пропискасы бойынша тіркелген ауданы. Мұнда по месту нахождения ИП, яғни жеке кәсіпкерлік ИП тіркелген аудан, ал сосын бізде по месту жительства, яғни кәсіпкердің пропискасы орналасқан аудан. Осы мәліметтердің барлығын біз өзімізге жинақтаймыз, әрі қарай отчет тапсыратын боламыз. Бұл кәсіпкердің жағдайында народный кассасы бар, яғни народный кассасы бойынша выписка сұраттық, бір ғана кәсіпкерлік орналасқан, және де ол жерде бір ғана кассовый аппарат орналасқан, сол кассовый аппарат бойынша толықтай біз выпискадан доход болып саналатын және де доход болып саналмайтын сумалардың барлығын анализ жасадық. Бұл өте маңызды, өйткені бізде доход болып саналмайтын сумаларды доходқа енгізсек, ол кәсіпкерге шығын болып табылады. Міндетті түрде біз алдымен выпискаға анализ жасай білуіміз керек. Әрі қарай біз отчет тапсырамыз. Ол үшін подать в документ, поисковикке 910 деп найти батырмасын басамыз. 910 формаға кіреміз. Полугодие ол қазір 2026 жыл бірінші жарты жылдық отчет тапсыру уақыты. Сол үшін бірінші полугодие деп таңдаймыз. Келесі год 2026 жыл. Падать. Осында біз отчет тапсырған кезде отчеттардың барлығын дұрыс енгізуге тырысуымыз керек, өйткені 2026 жылдан бастап және де дәл қазірден бастап отзыв функциясы толықтай жұмыс жасамайды. Сол себепті біз отчетта барлығын өте дұрыс және де ұқыпты тапсыра білуіміз керек. Енді разделдарды толықтырамыз. Вид декларации ол жеке кәсіпкерлік біз тапсырып жатқан жарты жылдықта ашылса, онда первоначальная деп таңдалады. Ал егерде бұдан алдыңғы жарты жылдықтарда таңдалса, онда очередная. Мұнда кәсіпкерлік 2025-2024, яғни бұдан алдыңғы жылдары ашылған, сол себепті очередная деп таңдаймыз. Әрі қарай отдельная категория. Не ведет бухгалтерский учет. Признак резидентства. Қазақстан азаматы, яғни резидент РК. Келесі применяемый вид деятельности. Применяемый вид деятельности деген ол жеке кәсіпкерліктің тіркелген океті. Кәсіпкерлікте қазір қандай окет қолданыста, сол окетті көрсететін боламыз. Ол үшін біз профиль бөліміне келеміз. Профиль бөлімінде дәл қазірде қандай окет қолданыста, міне, сол окетті енгіземіз. Дәл қазір қолданыста тек бір окет, сол окетті енгіземіз. 47-910. Мұнда жазамыз. Егерде сіздерде 2-3 окет қолданыста болса, әрі қарай осылай реттілікпен жазып шығасыздар.
Келесі бин аппараты. Бин аппараты ол жаңа біз анықтадық, яғни ИП қайда тіркелген, сол жердің әкімшілігі көрсетіледі. Мысалы, жеке кәсіпкерлік ауылда тіркелсе, ол ауыл әкімшілікке көрсетілетін болады. Ал қала немесе районда тіркелсе, онда сол районды көрсетеміз. Районда тіркелген болса, біз мұнда көрсетпей қойсақ болады, немесе жазып қойсаңыздар да болады, иә. Мұнда қарайық. Міне, город значения, яғни Астана қаласы, Алматы районы. Біз Алматы районын көрсетеміз. Қаланы жазсаңыздар, райондары сіздерге шығатын болады. Міне, Алматинский район к городу Астана, я. Әрі қарай, представленное приложение. Мұнда біз приложениені енгіземіз, өйткені кәсіпкерлікте доход бар. Далее батырмасын басамыз. Енді осы приложениені толықтырамыз. Приложение 910.01.001. Мұнда жеке кәсіпкерлікте жұмысшы болып, және де доходы 24 МРП-дан жоғары болған жағдайда, біз жұмысшылардың айлығынан вычет жасай аламыз, иә. Яғни сол айдан бастап, неше жұмысшы бар, сол жұмысшының жаңағы төлемдерін, яғни айлығын біз осында вычет жасаймыз. Мұнда ешқандай жұмысшы жоқ, сол үшін біз 0 қоямыз. Әрі қарай, количество, яғни жеке кәсіпкерліктің орналасқан аудандары неше, сол ауданды көрсетеміз. Мысалы, 2 ауданда кәсіпкерлік орналасуы мүмкін, немесе 3, немесе 1 болуы мүмкін, соның цифрасын енгіземіз. Кәсіпкердің жағдайында ол 1 деп көрсетеміз, және де добавить строку деп осы орналасқан кәсіпкерлік туралы мәліметтерді енгіземіз. Алдымен УГД, ол орналасқан кәсіпкерлік қай УГД-ға қарасты, соны енгіземіз. Бұл жеке кәсіпкерлік орналасқан аудан бойынша дәл сол жерде орналасқан кәсіпкерлік, сол үшін біз мұнда 62.02 деп жазамыз. Әрі қарай, город, яғни город болуы мүмкін, немесе область, оның ішінде село болуы мүмкін. Город болса, сол қаланың атауы Астана, ал село болса, сол селоның атауы, егер ол областың ішінде болса. Әрі қарай, улица. Улица ол бізде проспект болып табылады, яғни міне Мағжан Жұмабаев. Келесі номер дома. Номер дома ол міне 5, яғни осында енгіземіз. Номер квартира жоқ, сол үшін біз мұнда ештеңе енгізбейміз. Әрі қарай, ставка. Астана қаласы және де оның райондары, қаланың райондары бойынша ол 3%-ды құрайды. Ставканы дұрыс енгізіңіздер, өйткені ставкаден егерде біз аз жаз қойсақ, айырмашылығы үшін камеральный контроль келеді. Сол үшін де мұнда ставканы дұрыс енгізу өте маңызды. Енді доходты жазамыз. Мұнда доход ол қанша болды, сол доходты енгіземіз. Кәсіпкердің жағдайында ол доход, мұнда, яғни выписка бойынша біз анықтадық. Анализ жасай отыра, таза доход ол 607.807 теңге жазамыз. Яғни доходты жаздық. Доходты жазғаннан соң бізде ставка бойынша оның налогы осында шығатын болады. Бұл подоходный налог. Сохранить. Бір кәсіп орналасқан жағдайда осылай біреуін көрсетеміз, ал басқа да кәсіптер болса, онда добавить строку деп екінші және үшінші кәсіпті қайтадан біз тіркейтін боламыз. Енді далее батырмасын басамыз. Келесі раздел, мұнда доход разделында біз жаңағы доходты енгіземіз, осында да енгізетін боламыз. Міне доходты енгіздік. Осы жерде доходты енгізу керек, оны ұмытып кетпеңіздер. Далее батырмасын басамыз. Мұнда әлеуметтік төлемдері, яғни әлеуметтік төлемдердің анықтамасына қарай отыра, осында төлемдерді енгізіп шығамыз. Социальный отчислениенің төлемдері ол минималды төлемдер болған. Енді сол минималды төлемдерді осында енгіземіз. Мұнда февраль айында доход болған. Өйткені февраль айында төлем төленген социальный отчисление. Келесі март айында. Осында шатасып кетпеңіздер, бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы ай, яғни бірінші ай ол январь, февраль, екінші ай, үшінші ай март, төртінші ай апрель, бесінші ай май, алтыншы ай июнь болып табылады. Яғни бұл бірінші жарты жылдық бойынша.
Келесі февраль, март, апрель, иә. Бұның барлығын әлеуметтік төлемдердің анықтамасынан жазасыздар. Мен соннан барлығын қарап жазып жатырмын. Енді мұнда міне жаңағы төленген төлемдер шықты. Қазірде социальное отчисление төлемдері ол 4250 теңге. Февраль, март, апрель айында төлемдер болған. Төлемдерді отырғыздық. Енді оның төменінде пенсионка, яғни ОПВ. ОПВ ол тоже дәл жаңағы айларда минималды төлемдер болған. 8500 теңгеден ол 85.000 минималды төлем. Февраль, март, апрель. Енді ОПВ, яғни ОПВ төлемдері ол 2026 жыл бойынша 3,5% құрайды. Минималды төлемдермен болған, минималды төлемдерде төлемі 2975 теңге. Енді төменге жылжытамыз. Төменде медстраховка төлемдері. Медстраховка төлемдерін барлық айда төлеген. Оны біз тоже төлемдердің анықтамасынан қараймыз. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь төлемдер болған. Енді осы жерде медстраховка төлемдері доход болмаса да міндетті түрде төленетін төлемдер болып табылады. Ал егерде бұл төлемнен босатылатын категорияға жатса, онда біз барлығын 0 қойып шығатын боламыз. Далее батырмасын басамыз. Соңғы раздел бұл код орган государственных доходов, яғни алдымен по месту нахождения. По месту нахождения ол міне ИП тіркелген аудания. По месту нахождения 6202. Әрі қарай по месту жительства. По месту жительства ол прописка бойынша тіркелген аудан 4814. Міне көрдіңіздер ме, осында автоматты түрде шығып тұр, бірақ автоматты түрде шығып тұрған УБД ол бізде дұрыс емес. Сол үшін автоматты түрде шығып тұрған болса да, біз оны дұрыс немесе бұрыс екендігін толықтай қарап тексеретін боламыз. Галочка қоямыз. Қателік бар жоғын тексереміз. Осында қателік бар жоғын тексерген кезде, онда біз енгізу керек ұяшықтар болады, отчетта. Сол ұяшықтарда толықтай сіз қандай мәлімет енгізсеңіз де, ол ұяшық толса болды. Бізде қателік жоқ деп шығарып береді. Ал бірақ сіз әр ұяшыққа қандай мәлімет жаздыңыз, ол дұрыс па, яғни оның барлығын біз дұрыс жазып жатырмыз ба, өзіміз қарап тексеретін боламыз. Ал мұнда қателікті тексеру ол бізде стандартқа сай енгізілу керек ұяшықтары енгізілді ме, соны ғана тексереді. Ал оның ішіндегі мәлімет дұрыс немесе бұрыс екенін тексермейді. Оның барлығын біз өзіміз толықтай қарап енгізетін боламыз. Сол үшін де осы жерде қандай ұяшыққа не жазғаныңызды толықтай білуіміз керек. Енді сформировать батырмасын басамыз. Печатная формасын міндетті түрде алдын ала тексеріп алыңыздар. Сосын барып, қателік болмаса, ИЦП ключпен қол қоятын боламыз. Алдымен мұнда жарты жылдық, және де оның вид декларация, сонымен қатар ОКЕД, резидентство, және де осында бин аппараты. Бин аппаратын осы жерден қарап тексеріп алыңыздар. Бин аппараты дұрыс көрсетілген бе. Келесі ол доход, жаңа біз енгізген доход, және де ИПН суммасы. Сосын төменде әлеуметтік төлемдердің анықтамалары. Төменде әлеуметтік төлемдерді дұрыс енгіздік бе. Тексереміз. Және де оның төменінде жаңағы по месту нахождения және де по месту жительства. Сонымен қатар төменгі жағында біз жаңа енгізген приложение бойынша мәліметтер. Мұнда кәсіпкерлік, қанша кәсіпкерлік бар, сол енгізген кәсіпкерлік және де оның аудандары, ставкасы, сонымен қатар доход осында тоже көрсетілетін болады. Ал ең соңғы бөлімде ол жаңағы налог, міне. Налогты біз бірінші приложениеде доход жазған кезде ол автоматты түрде есептеп береді, 18234 теңге. Сосын біз бірінші доход разделына өткен кезде доходты өзіміз қолмен жазамыз, міне. Сол кезде осы жердегі налогпен бірдей болуы керек, яғни екеуі сәйкес болуы керек.
Енді жинақтаймыз, әрі қарай қол қоятын боламыз. Егер де қателік байқасаңыз, онда редактировать батырмасын басып, міне, қайтадан отчет разделына келеміз. Осы жерде қателескен жерімізді дұрыстайтын боламыз. Қазір қол қоямыз. Қол қоямыз. Қол қойдық. Енді отчеттің осында шыққанын күтеміз. Яғни отчет 5 немесе 10 минут аралығында отыратын болады. Обновление жасаймыз қайта-қайта. Міне, мұнда жаңағы біз тапсырған отчет шықты. Енді әрі қарай осы отчетқа кіреміз. Электронный уведомениесін қараймыз. Электронный уведомениесінде отчет отырған болса, онда разнесен болып, осында төлемдердің барлығы шығатын болады. Ал қазірге әлі отчет обработка болып тұр. Сонымен біз отчеттың отырғанын осы жерден электронный уведомениесін кіріп қарайтын боламыз. Ақпарат сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер де ИП жөнінде қызмет қажет болса, онда описание номер қалдырамын, хабарласыңыз.